Сәлеметсіңдер ме, менің ақылды оқушыларым. Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ерекше күнделікті өмірдегі есептеулер деп аталады. Балалар, күнделікті өмірде біз түрлі есептеулер жүргіземіз. Бұл өте қызықты тақырып, саған ұнайды деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі сабақта сен ақша, монета, теңге туралы түсінік аласың. Монеталардың түрлерімен танысасың, сонымен қатар бағаның не екенін білесің. Балақай, күнделікті өмірде біз ақшаға қажетті заттарды сатып аламыз, солай емес пе? Оны әдетте дүкендерге, сауда үйлеріне барған кезде, тіпті таксиге отырғанның өзінде біз қолданамыз. Енді заттарды сатып алу үшін металдан жасалған ақшаларды да пайдаланамыз. Металдан жасалған ақшаны біз монета деп атаймыз. Балақай, назар аударшы, осындай монеталарды сен көріп пе едің? 10 теңгелік монета, 20 теңгелік монета, 5 теңгелік монета, 2 теңгелік монета. Әрине көрдің, Балақай, 10 теңгелік бір монета 5 теңгелік 2 монетаға тең. Себебі неде? Әрине, 5-ті 5-ке қосқанда қанша болады? 10. Демек 10 10-ға тең. Егер де сағыздың бағасы 10 теңге болса, мен 10 теңгелік бір монета бере аламын, немесе 5 теңгелік 2 монета бере аламын. Жарайсың. Екінші суретке назар аудар. 20 теңгелік бір монета 10 теңгелік 2 монетаға тең. Ал 20 теңгелік бір монета 5 теңгелік неше монетаға тең деп ойлайсың? Әрине, 5 теңгелік 4 монета керек болады. Себебі 5 қосу 5 қосу 5 қосу 5 тең 20. Өте жақсы. 5 теңгелік бір монета, 2 теңгелік 2 монета және де 1 теңгелік 1 монетаға тең. Немесе 5 теңгелік бір монета 1 теңгелік қанша монетаға тең болады? Әрине, 5 теңгелік монета 1 теңгелік 5 монетаға тең. Себебі 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1 қосу 1 тең 5. Тамаша. Ал 2 теңгелік бір монета 1 теңгелік неше монетаға тең? 2 монетаға тең. Жарайсың. Балақай, сен білесің бе? Әр адамның туған күні болады. Біздің теңгеміздің де туған күні бар екен. 15 қараша ұлттық валюта, яғни теңге күні. Себебі теңге Қазақстанның ұлттық валютасы. Балақай, бұл суретте бізде түрлі заттар беріліп тұр. Чупа-чупс, қалам, шарлар, оқу құралдары және балмұздақ. Және де астында монеталар беріліп тұр. Балақай, монетада жазылған сан оның құнын білдіреді. Ал әрбір зат қанша тұрады, ол оның бағасы. Мысалы, қалам 15 теңге тұрады деп ойлайық. Ол үшін маған қандай монеталар керек? 15 теңгелік қаламды сатып алу үшін маған қандай монеталар керек? Дұрыс айтасың. 10 теңгелік бір монета және 5 теңгелік бір монета. Тамаша. Ал егер балмұздақтың бағасы 50 теңге болса, сен қандай монеталарды қолданар едің? 20 теңгелік 2 монета және 10 теңгелік бір монета. Немесе 10 теңгелік 5 монета. Тамаша. Немесе 5 теңгелік 10 монета, немесе 1 теңгелік 50 монета. Солай емес пе? 2 теңгелік 25 монета. Яғни оның құрылымы саны өзгере береді. Яғни сенің әмияныңдағы монеталардың санына байланысты болуы мүмкін. Тамаша. Ендеше мынау бананға назар аударайық. Бананның бағасы қанша теңге? Дұрыс, 70 теңге. Ал енді 70 теңгелік бір бананды сатып алу үшін қандай монеталарды қолдануға болады?
20 теңгелік 3 монета және 10 теңгелік 1 монета. Өте жақсы, жарайсың. Сонымен қатар қолданыста 50 теңгелік монеталар бар. 100 теңгелік және жуырда шыққан 200 теңгелік монеталарды да қолдануға болады. Өте жақсы, жарайсың. Балалар, біз ірі монеталарды ұсақтай аламыз. Мысалы, кәмпиттің бағасы қанша теңге? 3 теңге. Ал менде 5 теңге бар. Мен 5 теңгені қалай ұсақтай аламын? 2 теңгелік 2 монета және 1 теңгелік 1 монета. Соның 3 теңгесін сатушыға беремде, тура төлем жасай аламын. Немесе сатушыға 5 теңге берсем, ол маған қайтарым ретінде 2 теңгелік монетаны ұсынуы мүмкін. Балақай, әдетте дүкенге барған кезде біз қымбат және арзан деген ұғымдарды көп қолданамыз. Қымбат дегеніміз бағасы көп, арзан деген бағасы аз деген мағынаны білдіреді. Назар аударшы, кекстің бағасы қанша теңге? 80 теңге, жарайсың, ал бәліштің бағасы 60 теңге. Қай зат қымбат деп ойлайсың? Әрине, кекстің бағасы қымбат. Себебі 80-60-тан артық. Ал қай зат арзан? Бәліш. Себебі 60-80-нен кем. Ал енді балақай, кекс бәлішке қарағанда қанша теңге қымбат? Оны білу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 80-нен 60-ты азайтсақ 20 болады. Яғни кекс бәлішке қарағанда 20 теңге қымбат. Ал бәліш кекске қарағанда 20 теңге арзан. Балақай, саған бір ұсынысым бар. Үйде қағаздан мен айтқан монеталардың суретін салып, түрлі заттарды сатып, ойын ойнап көр. Ата-анаң саған көмектеседі деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.